Кеш жарық Кулияна, армысыз қазақ елі, біздің де айтарымыз бар, арнамыздан ауыспаңыздар. Енді әрқайсына рет-ретімен тоқталайық. Бүгін ораза айт басталды. Мемлекет басшысы Қазақстан халқын осы мерекемен құттықтады. Бұл мұсылман қауымының ерекше ықыласпен қарсы алатын ұлық мейрамы деп жазды. Ата дініміз адамзатты татулықпен, тыныштыққа, қамқорлықпен, мейірімділікке, жанашырлықпен, жасампаздыққа үндейді. Адал еңбек етіп, адал табыс табуға шақырады. Мұның барлығы түптеп келгенде бүкіл еліміздің ырысты ынтымағын арттыруға ықпал етеді. Халқымыздың салт дәстүрі ислам дінінің, Рамазан айының және айт мейрамының ұлағатымен ұштасып жатыр. Бұл сабақтастық берекелі бірлігімізді нығайтып, әділетті қоғам құру жолында маңызды рөл атқарады. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Әр шаңыраққа бақ береке және толағай табыс тілеймін. Айт қабыл болсын ағайын, деді президент. Қасым-Жомарт Тоқаев пен Режеп Тайып Ердоған телефонмен сөйлесіп, бірін-бірі ораза айт мерекесімен құттықтады. Түркі халықтарына бақ береке тілесті. Президент су тасқынына байланысты Қазақстанға қолдау көрсеткен үшін Режеп Тайып Ердоғанға алғыс айтты. Тараптар екі ел арасындағы стратегиялық серіктестікті одан әрі нығайту мәселесін талқылап, алдағы уақытқа жоспарланған кездесулер кестесін қарастырды. Ораза айтқа орай мемлекет басшысына құттықтау жеделхаттарын жолдағандар көп. Атап айтсақ, Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев, Қырғызстан президенті Садыр Жапаров, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон, Түркменстан президенті Сердар Бердімұхамедов. Түрк мемлекеттері басшылары ғана емес, Біріккен Араб әмірліктерінің президенті Шейх Мұхаммед бен Заид әл-Нахаян, Йордания королі 2-ші Абдалла, Марокко королі 6-шы Мұхаммед, сондай-ақ Бахрейн, Кувейт, Ливия, Оман, Ирак, Пәкістан, Сингапур мемлекеттерінің басшылары және бірнеше халықаралық ұйым жетекшілерінен де құттықтау жеделхаттары келіп түсті. Енді өзге де жаңалықтарға келсек, тасқын болған аймақтардағы тұрғындарды банктер қыспаққа алмайды. Олардың берешектері кейінге шегеріліп, әлеуметтік жәрдемақыларын төлеу мерзімі ұзартылады. Бастысы апаттан аман құтылу. Өңірлерде өзендер деңгейін үнемі бақылауда ұстап, сан соғып қалмайтындай сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Республикалық ақпараттық штабтан нысаналы ығыл. Теріске қазір әрі-сәрі, күні кеше бойларын үрей билесе, бүгін шам сәулесінде үміт оянған. Себебі Сергеев су қоймасының толымдылығы 13 сантиметрге түсті. Сызғыштай ұзындық сақтықты күшейтуге берілген мүмкіндікте көрінеді. Бұндағылар батыс облыстардағы апаттан сабақ алуға асық. Әзірлікке ерте көктемде кіріспесе де жанталасып жатыр. Очищено 249 километров арыков. 59 жолды су басып қалды. Соның 8 жерін ашып бастадық. Су сору жұмыстары жүргізіліп жатыр. 249 шақырым арық тазаланды. 158 арна кеңейтіліп, әрі тереңдетілді. Петропавл қаласы, Қызылжар ауданы мен Шалақын елді мекен айналасындағы қорғаныс үйінділерін нығайту жұмыстары жалғасуда. Түркістан, Қарағанды, Алматы, Ұлытау және Павлодар облыстарынан қосымша күштер келді. Қостанай облысында жағдай бір қалыпты. Өзендерде өзгеріс жоқ. Тобыл мен Әйет сол күйі көтерілмеген. Дәмді, Торғай, Қабырға өзендерінің жайы жайда жоғары деңгей сақтаулы. Республикалық маңыздағы 4 және облыстық маңыздағы 3 жол жабық. 10 елді мекен көлік қатынасынсыз қалды. 24 ауылда жарық жоқ. 620 отбасына 115 миллионға жоқ теңге төленген. Ал Атырау облысында тұтастай төтенше жағдай жарияланды. Жайықтың Махамбет ауылындағы тарауы 45 сантиметрге, қаладағы бөлігі 36 сантиметрге көтерілді. Аймақта жол құрылыс жұмыстары тоқтатылып, техникалар бөгет нығайтуға тартылған. Атыраудың өзінде 670-тен аса ауыр машина, 7000 ерікті жүр. Жұмыс көп әрі қауырт. При поддержке правительства. Үкіметтің қолдауымен жақын арада Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау облыстарынан қосымша ауыр техника жіберіледі. Қазір Жылыой ауданы бойынша жағдай тұрақталды. 36 000 адам эвакуацияланды. Оның 8310-ы балалар, 2810-ы үй мен әкімшілік ғимараттар су астында қалды. Бұл сандар 3 күн бойы өзгерген жоқ. Бірақ жайықтың жағасын жайлаған Батыс Қазақстанда қауіптің беті әлі қайтқан жоқ. Су деңгейі үздіксіз назарда. Сол үшін 6 бекет орналастырылған. Қазір өзен 7 метрден асқан. Қауіпті көрсеткіш 8 метр 50 сантиметр. Орал қаласында және Батыс Қазақстан облысының Жейіт ауданында осы Жайық өзенінің жағалауында орналасқан тұрғындарды уақытынан бұрын эвакуациялау және құлақтандыру, үйлерді аралау жұмыстары жалғасып жатыр. Барлығына облыс бойынша 1900 астам адам жұмылдырылды.
365 бірлік техника және 76 мотопомпа жұмыс жасап жатыр. 12 мыңнан астам адам эвакуацияланды. Облыс бойынша 161 эвакуациялық пункт бар. Төтенше жағдай жарияланған аудандар мен қалаларда атаулы әлеуметтік көмек беру автомат түрде ұзартылды. Яғни биылдың 2-ші тоқсанында қайта куәландырылуы тиіс қызмет түрлері созылып отыр. Сондай-ақ жеңілдетілген шағын несие алған жастардың қарызы кейінге шегерілді. 2024 жылғы кестелер бойынша барлық төлемдер 2025 жылдан бастап қаржыландыру мерзімінің соңына дейін кейінгі төлемдерге біркелкі үлестермен бөлінетін болады. Қарғын судан зардап шеккендердің шығыны өтелет, жауаптылар мал санын шығарып жатыр. 88 мыңнан аса ірі қара мен 4 түлік қауіпсіз аумаққа айдалған. Өліксе саны 8 мыңнан артық. Қой ешкі 6 мың, ірі қара 1,5 мың және жылқы 514 бас. Осылардың тең жартысы жойылды. Ал өтемі мал түрі жынысы мен жас шамасына сай нарықтық бағасына қарай беріледі. Меншік иелері мен залалды анықтау және басқа да мәселелерді шешу үшін өңірлерде жергілікті атқарушы органдар мен шығынды анықтау жөніндегі комиссиялар құрылды. Малдары туралы мәліметтерді көрсете отырып, жергілікті комиссияға өтініш беруі керек. Көптің еңсе тіктеп кетуіне еріктілердің еңбегі ерен. Тек Астанада гуманитарлық көмек жинайтын 9 орын ашылды. 30 волонтерлық ұйым жұмылдырылды. 550 мың тонна жүк жөнелтілді. Өзге өңірлердегі жәрдемде есепсіз. Бәрін бір мезетте жарылқап тастау мүмкін емес. Бірақ бұл көмектің өзі береке бірліктің көзі. Нысаналы Ағыл, Асхат Омаров, Жібек жолы. Сонымен топан су басқан аймақтардан 100 мыңға жуық адам эвакуацияланды. Оның 32 мыңнан астам бала. Республикалық ақпараттық штабтың мәліметінше қазір 8 өңірдің 32 ауданында төтенше жағдай жарияланды. Эвакуациялық пункттерге 7600 адам орналастырылған. Өңірлерден 8,5 миллион текше метр еріген қар суы шығарылды. 1 миллион тонна инертті материал, 1 миллионнан астам қап төселді. Құтқару жұмыстарына 25 мың адам, 3 мың техника, 15 әуе көлігі жұмылдырылды. Жедел желі телефонына 1214 қоңырау түскен екен. Солтүстік Қазақстан облысында республикалық жезқазған Петропавл трассасының бір бөлігі жабылды. Себебі Покровка ауылында бірнеше көшені су басып қалғандықтан жергілікті билік аталған жолды бұзуға мәжбүр болды. Қазір Есіл ауданындағы Николаевка, Петровка ауылдарын су басып жатыр. Бұл елді мекендерден халық жаппай қауіпсіз жерге көшірілуде. Самат Қайырденұлының репортажы. Там вообще по пояс воды. Этого выше. Еліміздің солтүстігінде тасқын қаупі сейілмей тұр. Есіл өзені арнасынан асып, Покровка ауылында 30-ға тарта үйді басып қалды. Жергілікті халық шұғыл қауіпсіз жерге эвакуацияланды. Тұрғындардың дені туыстарын паналауда. Мы детей отправили в двухэтажки. Балаларымыз бен немерелерімізді орталықтағы көп қабатты үйге көшірдік. Айналаның барлығы су. Қазір өзімізді қоярға жер таппай жүрміз. Осы ауылда тұрып жатқаныма 40 жыл болды. Мұндайды бірінші рет көріп тұрмын. Бұл ауыл республикалық Петропавл Жезқазған трассасының бойында орналасқан. Сергеев қоймасынан келіп жатқан судың көптігі соншалықты, құтқарушылар жолды бұзуға мәжбүр болды. Қазір ауыл маңындағы көпір жабылды. Барлық көлік түрлері үшін қозғалыс шектеліп, полиция қызметкерлері кезекшілік атқарып жатыр. Ауылда жетісулық құтқарушылар еңбек етуде. Покровка ауылында қазіргі таңда қапшықтардың тізілуін жүргізіп жатырмыз. Тұрғын үйлердің аулаларына су кетпеу үшін 20 техника жұмыс жасауда және де 80 адам жеке құрам. Оның ішінде 10-шы өрт сөндіру бөлімі Явленка ауылының және де жергілікті әкімшіліктен адамдар және де біздің коллегаларымыз Жетісу өңірінен келген 33 адам жұмыс жасауда. Өңірде су басқан ауылдарды мәжіліс депутаттары аралап жүр. Халық қалаулылары тұрғындармен кездесіп, мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалатынын жеткізді. Алдағы жылдарда үкімет нақты бір су стратегиясын әзірлеу керек. Өтемақы толығымен төлену керек. Бәлкім азамат мынау су тасқынының салдарынан құжаттамаларын жоғалтып алған шығар. Растайтын дүниесіне, мүлкіне, үйіне, жеріне дегендей. Сондықтан да соны растауға тиісті ақпараттық жүйеде де құжаттамада да бір қиындық туындайтын шығар. Өкілетті органдар сонымен көмектесу керек. Бұл жерде тырнақтың ішіне кіргізбей азаматтардың өтемақысын толығымен төлеу керек.
Уақыт өткен сайын өңірдегі ахуал күрделеніп барады. Өзен суы жақын күндері Қызылжар ауданындағы бірнеше ауыл мен Петропавл қаласының шеткі аудандарына жетуі мүмкін. Бұл ретте үкімет басшысының бірінші орынбасары Роман Скляр қауіпті аймақтарды аралап, атқарылып жатқан жұмыстарды бақылауда. Жалпы бүгінде 80-нен астам баспана мен 200-ге жуық аулаға су кірген. Өңір бойынша 700-ге жуық адам қауіпсіз жерге көшірілді. Тасқынмен күреске 3000-нан астам адам жұмылдырылған. Солтүстік Қазақстан облысынан Самат Қайырденұлы, Ерлан Кәрібай, Жібек жолы. Ақтаудың теңіз жаяу әскері Атырауға аттанды. 300 сарбаз сол өңірдегі Махамбет ауданында өзен жағаларына қайтып бөгет салуға көмектеседі. Қазақ әскері қиын қыстау сәтте қол қусырып отырмайды дейді олар. Сарбаздар бүгін пойызбен жолға шықты. Арнайы әскери техникамен де жарақталған. Сәтін салса, ертең діттеген жерге жетуді жоспарлап отыр. Біздің әскери бөлімнің 300-ден аса әскери қызметшісі мен 15-ге жуық әскери техникасы дәл қазір Атырау қаласындағы жергілікті тұрғындарға көмек көрсету үшін теміржол транспортымен тасымалдануға дайындық жүруде. 25-744 әскери бөлім жеке құрамы халыққа барынша қызмет көрсетуге дайын. Атырау облысы Құлсары қаласының тумасымын. Қазіргі уақытта 393 теңіз жаяу әскер бригадасының әскери қызметтік борышымды өтеп жатырмын. Елімізде болып жатқан қиыншылықтарда 393 теңіз әскер жаяу бригадасы Құлсары қаласына көмегін қол ұшын созбақ. Су тасқыны басталғалы үкіметтегілерде резіңке етікпен су кешіп жүр. Бүгін вице-премьер Серік Жұмағарин Ақтөбе облысы Қобда ауылындағы әлеуметтік нысандарды аралады. Одан бөлек эвакуациялық орталықта жатқан тұрғындармен тілдесті. Еске сала кетейік, Қобда ауылына кірген қызыл су әлі ауыздықталған жоқ. Еліміздің басқа өңірлеріндегі ахуалда мәз емес. Ақмола облысының бірнеше ауылына қауіп төніп тұр. Ал Қарағандының шет ауданында тасқыннан зардап шеккендер мемлекеттен уәде етілген көмекті ала бастады. Аймақтардағы ахуалда әріптесім әңгімелейді. Бұл ауылда су тасқыны жиі болады. Былтыр зардап шеккен тұрғындарға салынған үйлер толық кірпіштен қаланған. Вице-премьер әуелі осы баспаналарға бас сұқты. Материалы берік болғандықтан жаңа үйлерге қатты зақым келмеген. Жалпы топан су Қобдадағы 279 үй мен 10 әкімшілік мекемені басып қалды. Олардың арасында мектеп, спорт кешені мен дүкендер бар. Соңғы мәліметтер бойынша 25 нысан толығымен қирап, тағы 12-сі апатты жағдайда тұр. Қазір құрылыс жұмыстарын ертерек бастауға әрекет жасаудамыз. Үй салатын учаскелер дайын. Бұйыртса ескі баспанадағы керекті заттарыңызды ғана алып көше аласыздар. Сіздердің денсаулықтарыңыз үшін эвакуациялық орталықтар жайлырақ. Мұнда жылы керек заттар толық жеткілікті. Тасыдан кірген тасқын судан қарағандылықтар да зардап шеккен. Қазір мұнда жағдай тұрақты. Тұрғындардың алды бір реттік көмекті ала бастады. Апта аяғына дейін мемлекет халықтың шығынын толық өтейді. Қазір бағалаушы комиссияның жұмысы аяқталуға жақын. Топан су шет аудандағы 60 үйді басып алған. Жұрттың 100-ден аса малы қырылған. Бүгінде судың беті қайтып, халық үйлеріне оралды. Ішкі жұмыстары толық көлемде атқарылуда. Қазіргі жаңа келген залалды есептеу жұмыстары жүргізуде. Бүгінде аяқтап жаңағы тұрғындарға таныстыратын боламыз. Жалпы осы аптаның ішінде жаңағы келген үйге, жаңа мүлікке залалға төлеу жұмыстарын бастаймыз. Енді қазіргі кезде жалпы жағдайды бақылауда ұстап отырмыз. Жағдай аудан бойынша қалыпты. Ал Астана маңындағы ауылдар қауіпсіздікті күшейтуде. Әсіресе Аршалы ауданындағы бөгеттер биіктеліп жатыр. Жібек жол ауылындағы еріген қар суының деңгейі күн өткен сайын көтеріліп келеді. Жергілікті әкімдік ерте қамдану үшін жұмыс тобына 18 жүк көлігі мен 17 ауыр техника қосқан. Қазір мұнда 2300 тонна инертті материал мен 35 000 қап дайын. Атбасар ауданындағы жағдайда осыған ұқсас. Мұнда тасқын қаупі бар аймақта 123 адам эвакуацияланды. Құтқарушылар күндіз-түні тік тұрып жұмыс істеуде, өйткені жылда таситын Жабай өзенінің деңгейі 5 метрге жуықтаған. Аталған өзеннен қауіпті азайту үшін қосымша бекеттер тұрғызуда. Сонымен қатар суды тарту жұмыстары, дала сулары осы өзен жағасына келген суларды мотопомп арқылы суды тарту жұмыстары жүргізуде. Сонымен қатар қаптарды құммен толтыру, жаңағы бекеттердің
іргетасын нығайту жұмыстары жүргізілуде. Бастысы Бұхараның амандығы, сондықтан билік әуелі жұртты қауіпсіз аймаққа көшіруді мықтап қолға алған. Ал тасқынға тосқауылды жылдам қою үшін төтенше жағдай жарияланған аймақтарға өзге өңірлерден қосымша күш тартылған. Қазір бөгет салу жұмысына ауыл аймақ тұрғындары да көмек көрсетуде. Алтынбек Амит, Жібек жолы. Атыраулық оқушылар сабақты онлайн оқиды. Өңірдегі төтенше жағдайға байланысты осындай шешім қабылданған. Оған ата-аналардың өтініші де себеп. Осылайша қаладағы 65 мектептің 74 мыңнан астам оқушысы қашықтан білім алады. Әзірге онлайн оқудың қаншаға созылатыны белгісіз. Бірақ 45 балабақшаның жұмысы штаттық режимде жалғаса береді. Білім беру ұйымдарын онлайн форматқа көшірген жағдайда сабақтарды ауысыммен өткізіп болғаннан кейін сабақтан бос қызметкерлердің барлығы осы қоғамдық жұмысқа белсене араласып, басқа да біздің осы жерлестеріміз сияқты өздерінің үлестерін қосуға ниет білдіріп отыр. Онлайн форматқа көшірудегі тағы бірден бір мақсатымыз осы болып табылады. Құлсарыда қызыл судың қарқыны қайтты. Қазір қалада жағдай біртіндеп тұрақталып келеді. Бүгінде әскерилер 6 бөгетті жарып, су ағысын Каспий теңізіне қарай бағыттаған. Бірақ Атыраудың өзінде ахуал әлде болса күрделі. Шаһарда жайық пен су арналарының жағасын нығайту жұмыстары жан-жақты жүріп жатыр. Оған құтқарушылардан бөлек тұрғындарды атсалысуда. Тілшіміз баяндайды. Құлсарыдағы ахуал біртіндеп қалыпқа келуде. Тасқын судан аман қалған үйлерге тұрғындар оралып жатыр. Ал Жем өзендегі су деңгейі соңғы 3 күнде 21 сантиметрге түскен. Десек те алдын алу шаралары әлі де тоқтаған жоқ. Қазіргі таңда 298 сантиметрді құрап отыр. Су тасқынына қарсы іс-шаралар әлі де жүргізілуде. Оған жергілікті атқарушы органнан, төтенше жағдайлар, ішкі істер, қорғаныс министрлігінен 1393 қызметкер, 243 техника, 5000-нан астам еріктілер жұмылдырылды. Осы су тасқыны кезеңінде 4 адамның хабар-ошарсыз кетуі туралы хабарлама түскен болатын. Хабарлама бойынша іздестіру жұмыстары нәтижесінде қазіргі таңда 2 адамның мүрдесі табылып, қалған 2 адамны іздестіру жұмыстары жалғасуда. Аймақта қиын сәтте қол ұшын созып жатқандарда есеп жоқ. Күндіз-түні үздіксіз жан-жақтан гуманитарлық көмек ағылып жатыр. Кеше түнде Қырғызстаннан 80 тонна киім-кешек пен азық-түлік жеткізілді. Бұдан бөлек Жылой аудандағы гуманитарлық көмек көрсету пунктіне 141 тонна жылу жиналған. Оның 60 тоннадан астамы зардап шеккен ауылдарға жіберілді. Санақ бойынша біздерде 141 тонна гуманитарлық көмек жинақталды. Яғни көршілес облыстардан гуманитарлық көмектер келді. Яғни атап айтсақ, Астана қаласынан, Алматы қаласынан, Шымкент қаласынан гуманитарлық көмектер лек-легімен келіп жатыр. Біздер гуманитарлық пункттың ашылған күннен бастап 4 мәрте, яғни 2 рет пойызбен, 2 рет тікұшақтармен Құлсары және теңіз кен орындарына гуманитарлық көмектер жеткіздік. Атырауда ахуал күрделі. Қазір жұмыстарға құтқарушылар мен тұрғындардан бөлек сарбаздар да қосылды. Қаламен барлық ауыл аймақтарда жайық өзенінің ернеуін биіктетумен қоса су арналарының жағасын бекіту жұмыстары жалғасып жатыр. Жұлдыз Қайратқызы, Нұрбек Шайден, Жібек жолы, Атырау облысынан. Енді күн райына қатысты ақпарды айтып өтсек, солтүстік пен шығыс Қазақстанда су тасқыны күшеюі мүмкін. Себебі синоптиктер алдағы 3 күнде жаңбыр жауады, әрі түнде ауа температурасы минус 13 градусқа дейін төмендейді деп болжады. Оның үстіне қар толық ермегендіктен қатқақ мұз жаңбырымен араласып, соңы тасқынға ұласу ғажап емес дейді мамандар. Қазгидромет қазір тәулік бойы жұмыс істеуге көшті. Бақылаушылар, синоптиктер мен гидрологтар күндіз-түні кірпік қақпай ауа райын бақылап отыр. Айтуларынша алда жаңбырлы күндер көп. Әсіресе солтүстік, орталық, шығыста қар аралас жаңбыр жауады. Қазақстан облысы, жаңағы Атырау облыстарына Урал, жаңа Жайық өзені ғой, трансшекаралық өзен. Екінші толқыны енді басталып жатыр. Өйткені жаңа Ирикла су қоймасы бар. Серік Ибраев қарғын судың да қарқыны басыла қоймайды дейді. Батыс Қазақстан, Ақмола, Қостанай, Шығыс Қазақстан облыстарының солтүстігінде су деңгейі көтеріліп жатыр.
Теріскейде Есіл өзені екінші рет тасуы ықтимал және Нұра жағалауын су басуы мүмкін. Қостанай облысында Тобылда тыныш емес. Үй, Ая, Тоғызақ және Обаған өзенінде мұз сіресіп әлі жатыр. Ерсе ернеуінен асады. Абай мен Шығыс Қазақстан облысында да қар әлі толық ермеген. Ал гидрологтарды жайықтың жайы мазалайды. Себебі көрші Ресейден үлкен су келсе, алдын бөгеу қиынға соғады. Қазір басты қауіп жайық өзені. Ресейден келетін үлкен су 3-5 күн ішінде елдің шекарасына жетеді. Алайда мамандар қызу жұмыс істеуде. Егер алдын алмасақ, ол су елдің басқа да өңірлеріне тасуы мүмкін. Жалпы қазір еліміз ғана емес, әлем топан судан зардап шегуде. Мамандар 2050-60 жылдарға қарай су тасқыны да, құрғақшылық та жиілейді деп отыр. Осыған дейін 10 жылда бір қайталанатын су тасқыны енді әр 5 жыл сайын болуы мүмкін. Ғалымдардың айтуынша биыл көп жерде топан су басқан. Бұл өте сирек кездесетін құбылыс. Оған себеп жаһандық климаттың өзгеруі. Демек, еліміз табиғи апаттарға әрқашан тас түйін дайын болу керек. Қаламқас Нысанбай, Нұрәлі Құдайбергенов, Жібек жолы. Расында су тасқыны бізді ғана емес, бірнеше елді сарсаңға салды. Ресейде әсіресе жағдай қатты шығып барады. Соңғы тәулікте Орынбордағы Орал өзенінің деңгейі 80 сантиметрге көтерілген. Гидрологтар тағы 70 сантиметрге артатын айтып дабыл қағуда. Қазірдің өзінде 15 мың үймен ауланы су басқан. Ал Қытайдың Фучжоу қаласы мен Наньфэн округінде толасы жауған жаңбырдың соңы топанға ұласты. Көшелер мен жолдар өзенге айналып, талай көлік суда қалды. Тұрғындар апат аймағынан жаппай эвакуацияланып жатыр. Ал Францияның солтүстік батысындағы өңірлерде табиғи апатқа ұшырады. Мұндағы Британь және Ла-Манш аймақтарында сел жүріп, теңіз толқыны 5 метрге дейін көтерілген. Су бірнеше елді мекенді шайып өтті. Қазір елде қызғылт сары қауіп деңгейі жарияланған. Айтпақша, Рим папасы Франциск өздерінің құлшылықтары кезінде көпшіліктен Қазақстандағы жағдайға байланысты дұға етуді сұрады. Қарғын судың кесірінен 6 өңірде жол жабылды. Атап айтсақ, Ақтөбе, Ақмола, Атырау, Қостанай, Маңғыстау, Солтүстік Қазақстанда. Бұл өңірлерде республикалық маңызы бар 14 жолда көлік қозғалысына шектеу қойылды. Су астында қалған учаскелердің жалпы ұзындығы 650 шақырымнан асады. Қазір су сору жұмыстарына 1713 адам мен 726 техника жұмылдырылды. Осы кезде алматылықтарды алаңдаулы, олар қар көшкіннен сескеніп отыр. Тау қатпарларында 165 қауіпті аумақ белгіленген. Әсіресе Шымбұлақ курорты басты назарда. Сондай-ақ Ақсай мен Қарғалы өзендерінің бойда бақылауға алынған. Мамандар қар көшкініне қалқан болар амалдардың бәрін жасап жатыр. Алматыдан тілшіміз сабақтайды. Тауда жатқан қардың қалыңдығы 1,5 метрден асады. Бүгінге дейін Алматылық Кастелден қорғау мекемесі 4 жарылыс жасаған. Нәтижесінде 9000 текше метр қар түсірілді. Биылға 148 қар көшкіні түсті, 750 мың текше метр. Алдын алу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Жаңағы Алматы қаласы мен Алматы қаласының демалуға келгендерге брошюралар таратылады, әсіресе демалыс күндері. Қазір қар көшкіні аса қауіпті тауларда, әсіресе беткейлерде. Өйткені қазір деген қардың құрамы тығыз, ылғалды, сондықтан өте қауіпті болып саналады. Қазір қар көшкін сезоны әлі біткен жоқ. Сондықтан қаланың тұрғындары мен демалуға келгендеріне ескертетініміз тауға беткейлеріне шықпауын сұраймыз. Биыл ең көп қар көшкіні Кіші Алматы өзенінің алабында жүрген. Мамандар бұл учаскені әлде қауіпті деп отыр. Себебі бұл аумақта да қалың қар әлде жатыр. Қар көшкінің аса қауіпті учаскелері мына Үлкен Алматы бассейні мен Кіші Алматы бассейні болады. Бұнда әсіресе өзіміздің катоктан бастап Мыңжылқыға дейін қар көшкін қауіптілігі өтті зор. Үлкен Алматыда Аюсайдан бастап Үлкен Алматы өзіне дейін қауіпті. Бізде ең көп жаңағы блокпосты тұратын Аюсайда тұрады, жібермейді адамдарды.
мына үлкен Алматы көліне қарай. И мына жерде Эдельвейс деген бар бізде Шымбұлақта, 17-ші лоток деген бар. Тура автожолға түседі, сөйерде блокпост түседі бізде. Мамандар тауларда сел жүруі де мүмкін дейді, себебі қазір Алматыда нөсер жаңбыр. Өңірде сел тасқынның 195 қауіпті аумағы бар, ал әр гидробекеттер өзен көлдердегі су деңгейін тұрақты бақылап, сағат сайын ақпарат жинауда. Әрбір өзеннің бойында заң бойынша су қорғау белдеулері және су қорғау аймағы болады. Осы жерлерге еш уақытта, әсіресе белдеуге үй салуға болмайды. Заң бойынша судың ернеуінен 35 метр белдеу. Кейбір жерлерде одан да көп болуы мүмкін, кейбір одан азырақ болуы мүмкін. Аймақ 500 метр, одан да көп болуы мүмкін. Алматыдағы Кастелден қорғау мекемесі қазір алдын алу жұмыстарына кіріскен. 46 техника мен 19 апаттық бригада тұрақты жұмыс атқарып жатыр. Ал диспетчерлік бекеттегі қызметкерлер қардың биіктігін күнделікті бақылауда ұстап отыр. Гүлзат Рымбай, Еркерімқұлов, Жібек жолы, Алматы. Су тасқынынан Абай облысының тұрғындары 57 миллион теңге шығынға батты. Ал өңірдің инфрақұрылымына 2,5 миллиард теңге залал келген. Бұл туралы Абай облысы әкімінің орынбасары Дмитрий Гариков мәлім етті. Айта кетейік, биыл өңірде су тасқынынан Көкпекті, Жарма, Ақсуат, Аягөз, Бесқарағай және Жаңа Семей аудандары су астында қалған. 4 елді мекендегі көпірді су жұлып әкетті. Қазір оның 3-і жөнделіп, көлік қатынасы жанданған. Бірқатар тас жолдарда қалпына келтіріліп жатыр. Қазір аймақта қауіп сейіліп, жағдай тұрақталды. Тек Көкпекті ауданы бақылауда. На сегодняшний день по области Абай. Қазір Абай облысы бойынша жағдай тұрақталды. Облыс аумағында 22 тұрғын үй су астында қалды. Бүгінгі таңда залалды есептеу жөнінде комиссияның жұмысы аяқталуға жақын. Алдын ала есептеу бойынша, яғни зардап шеккен үйлер, техника және мал шығыны мен жеке мүлікті ескере отырып, келген залал шамамен 57 миллион теңгені құрайды. Комиссия жұмысты 15 сәуірде аяқтайды деп жоспарлануда. Су тасқынынан сабақ алуымыз керек. Президент халыққа жариялаған үндеуінде осылай деді. Соған орай су ресурстары және ирригация министрлігі алдағы жылдары 20 су қоймасын салуды жоспарлаған. Кейбірінің құрылысы басталып та кетті. Әрі қар суын ала жаздай ауыл шаруашылығына пайдаланамыз деп отыр. Саладағы мәселелерді сараптаған әріптесім Асылбек Тойбек тарқатады. Су тасқыны қауіп тудырмашын гидротехникалық нысандар тасқамалдай болуы тиіс. Ал елде олардың 3-тен бірі апатты жағдайда, әрі саны тым аз. 537-сі әбден тозған. Басым бөлігі әкімдіктерге тиесілі болғанмен назардан тыс қалып келген. Меншіктеп алғандардың да су бекеттері мен бөгеттеріне көңілі ала бөтен. Тіпті 7 нысан иесіз қалған. Биылғы ағын су осы саланың олқылығын әшкере қылды. Президент халыққа үндеуінде ведомстволарға табиғи апаттан сабақ алу керектігін ескертті. Президент тапсырмасына сәйкес 2030 жылға дейін 20 жаңа су қойма салу жоспарда. Оның 5-еуін осы жылы бастаймыз деген жоспары бар. Одан бөлек 15 ірі су қоймасын реконструкциялау жоспарда бар. Топан су табиғи құбылыс. Тұтқиылдан тап бергенде түтіп беру қиын. Дегенмен адамнан айласпаған. Алдын алып, амалын жасаса, шығын аз болады дейді мамандар. Суды айландырып өтетін, немесе жаңағы уақытша ұстап тұратын құрал, бұл құралдардың бәрін ойлап табудың түкте қажеті жоқ. Бұлардың барлығы бар, технологиялар бар. Бұларды ұйымдастырып, алдын ала жоспарлы түрде жасау. Табиғаттың тосын мінезін тап басу қиын, десе де болжауға болатыны бесенеден белгілі. Синоптиктерге сеніп адам сақтанады, сан түрлі апатқа сақадай сай болады. Біздегі табиғат тамыршысы Қазгидромет мекеме су тасқынына, ауа райының құбылыстарына қатысты қауіпті шұғыл ескертіп жатыр. Дегенмен ғалымдар бұл салада ғылыми жұмыстарды жандандыру керек дейді. Өйткені ғылымсыз істің бәрі бос. Қазгидрометтің кезінде ғылыми зерттеу институты болатын. Қазақ гидрометеорология және гидрология ғылыми зерттеу институты. Соны біртіндеп министерство алды, экология және климатқа айландырып жіберді. Кейін менің естуімше оны жасыл дамуға жіберді. Жасыл даму ондай жұмыстармен айланыспайды. Білікті мамандарсыз іс өнбейді. 30 жыл бойы назардан тыс қалған бұл салада қазір кадр тапшы. Сарапшылар оқу орындары қанша маман даярлауға таласқанмен, олардың шамалар шектеулі дейді. Барлығы инженерлерді оқытады, бірақ инженер гидротехник шығарып жатқандары некен саяқ. Тіпті су ресурстарына қажетті кадрларға бұл салада еңбек тәжірибесі мүлдем жоқ оқытушылар сабақ беріп жүр.
Кадрлардың аздығы, ғылымда да аздығы, бәрі осы аздықтар көрініп отыр. Бар мектептерді жоғалтып алса, ғылымда өте қиын ғой. Бүкіл процесстер, конечно, жаңартып отыру қажет, зерттеу қажет. Айтып келмейтін, бірақ қайтып келетін қарсуын қажетке жаратуға болады, әсіресе ауыл шаруашылығында. Мұндай тәжірибе шетелде де қолданылады. Дүние жүзіндегі су тапшылығы мәселесіне байланысты ұрымтал тұсты ұтымды пайдаланып пайда табатын елдер бар. Жақында су ресурстары және ирригация министрлігі парламентте жаңа заңды таныстырғанда, біз де қар жаңбыр суларын тазартып, кәдеге асырамыз деген болатын. Ендеше бұл жоспардың өміршеңдігі биыл сыналатын сыңайлы. Асылбек Тойбек, Ғазиз Мақұлбек, Жібек жолы. Елбасына күн туған сындарлы сәтте сыр елінің азаматтары да аянып жатқан жоқ. Бір жағадан бас, бір жеңінен қол шығарған өңір жұрты тасқыннан зардап шеккен аймақтарға бүгін тағы да гуманитарлық көмек жіберді. Қызылорда өңірінен Әкімжан Ерғали жалғастырады. Бұған дейін өңір еріктілері күшіміз бірлікте акциясы аясында 112 тонна азық түлік, көрпе-төсек пен гигиеналық құралдар, сондай-ақ құрылыс заттары мен 20 тонна жем-шөп жинап көршілес Ақтөбе облысына жіберген. Сонымен қатар арнайы ашылған есепшотқа 2,5 миллион теңге аударылды. Бүгін міне Торғай Петролиум акционерлік қоғамының қолдауымен қажетті деген заттар тиелген 10 жүк көлігі жолға шықты. Сыр елінің сәлемі Ақтөбемен қатар Атырау, Қостанай, Батыс және Солтүстік Қазақстан облыстарына жеткізілмек. 50 миллион теңгенің көлемінде, оның ішінде 20 тонна ұн, 20 тонна күріш, 20 тонна макарон өнімдері, 10 тонна қант, 10 тонна грешка, 10 тонна кәмпет, одан бөлек 60 мың қап, 2000 дана күрек, сондай матрастар, төсек жабындылар, аптешкелер 1000 дана, сондай 22 түрлі зат бүгін Қызылорда облысынан сапарға аттанды. 2 күнде сол өңірлерде болады деп есептеп отыр. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатын болады. Қазіргі сәтте облыс, қала және аудан орталықтарында жинақтау пункттер жұмыс істеп жатыр. Тұрғындар қолдағы барымен бөлісіп, игі іске бір кісідей атсалысуда. Қолындағы 1 килограмм картоплына дейін, мүмкіндігіне дейін осы фураларға адамдар шын жүрегімен әкеп салып жатыр. Бұл деген сөз біздің осындай бірлігіміз тұрған кезде бізді қандай қиындықтардан да мойымай шығатынымыздың бір белгісі сияқты. Сондықтан да біз айтамыз, осы қиындықпен алысып жатқан қазір бауырларымызға, ағайындарымызға, сіздер мойымаңыздар, біз сіздермен біргеміз. Жарыссаң, жақсылықта жарыс, қалсаң да жеңімпазсың, озсаң да жеңімпазсың дейді. Тек қана қиын сын-сынақта емес, бейбіт күнде де бір-бірімізге осылай тілекші, көмекші болып жүрейік. Алаштың анасына баланған сырылы әрқашан сасқанға сая, панасызға пана бола білет. Сондықтан бұл қиындықты еңсеруге де бар күшімен жігерін салады. Бүгінгі көмек осының айқын дәлелі. Әкімжан Ерғалиұлы, Төрехан Әділбекұлы, Жібек жолы, Қызылорда облысынан. Бүгінгі айтарымыз осы. Келесі көретіндеріңіз GG Talk эфир тізгінде Ерболат Мұхамеджан. Ерболат, кеш жарық. Кеш жарық, кеш жарған бар.